Жауабыңызға рахмет, әріптестер. Сұрақ. Ассалаумағалейкум, Ерлан Қыдырәлі. Енді бұл сұрақтарды бөлек-бөлек қойайын ба, әлде мен бір сұрақты қойып, сіз жауап беріп, одан сұрақты қойған ыңғайлы ма? Өйткені менде бірнеше сұрақ, әрқайсысына сіз бөлек-бөлек жауап берсеңіз онда. Бірінші сұрағым, сіз 2016 жылы Жамбыл ауданы әкімінің орынбасары қызметіңізге орналастыңыз. Сол орналасқаннан кейін Атырау қаласынан бастау алған ауыл шаруашылық жерлерін шетелдіктерге өткізілбесін деген дау көтерілген болатын. Енді 2018-19 жылы Сады Востока деген алма бақты шетелдік Нидерландық азаматтар өз иеліктеріне толықтай өткізіп алған. Сіз сол кезде зам әкім болып, сол өзгерістің енгізуіне қол қойып атсалысқан азаматтың бірісіз. Сіз неліктен ауыл шаруашылық жерлерін шетелдіктерін қолдарына өткізіп қоюға заңды былай айтқанда себепші болдыңыз? Дұрыс, бірақ шетелдіктерге біз жерді бердік деп айта алмаймын. Құжаттарым бар менде, мен оның бәрін сіздерге осы уақытқа дейін запроспен бәрін жібердім. Маған жер қатынастары бөлімі бір ответті жауапты көрсетті. Осыдан ұмытпасам 6 ай бұрын. Одан кейін ешқандай не жоқ. Сіздерге қайтып жер дауы шетелдіктерге өтеді деген дауды қайтып көтеру қажет пе, или сіздер бұл жерді қайтып мемлекеттің иелігіне аласыздар ма? Бұл жер біздің ауданда тұр, ешқандай шетелдік жоқ. Бүгін алған азаматтар бұл жерді пайдаланып отқан жоқ. Бірақ сізге мен бұл мәселе бойынша нақты қосымша жауап берейін жазбаша түрде. Мақұл. Екінші мәселе осы Еңбек ауылындағы газ мәселесі. Өткен жылдың аяғында осы газ мәселесі көтерілген болатын. Сол кезде ауыл тұрғындары бізге газдың несі, шырпысы несін бәрі кеп тұр, агресі, бірақтан бізге кіргізіп жатқан жоқ, бағасы қымбат деген дау көтерген болатын. Ол сұраққа жауапты берген болатын. 1-90-да бітеді деп. Ол мәселе не болып жатыр? Газ берілді ме Еңбек ауылының тұрғындарына? Газ ауылға, бұрынғы ауылғы округтерде газ тек қана ауылдың басына ғана барып қойылады. Содан кейін елді мекен өзі қаржы жинап, арқай тартады. Бірақ біз былтырғы жылы осы 9 елді мекеннің газында толық елді мекенге ауылдың ішіне кіргізіп берілді. Толық. Бірақ бұл жерде дұрыс түсіну керек, біз халыққа барған кезде де, оны есептерген кезде де айтып жүріп, елді мекеннің газды ауылдық тұрғындар өздері үйден бірінші жалғау керек қазір. Ол тек қана мынау ауланың маңында тұрған заводтың сыртында тұрған газды ішке кіргізу. Білеміз. Соны қазір толық аяқтамай отыр. Ал жаңағы үлкен қысымды трассаны бізде Асаға ауданның орталығына барып тұрған қысымды трасса бар. Оның көлемі жалпы қазір 9 елді мекенді қосатын болса, газдың жетіспеушілігі туындайды аудандағы тұрғындарға. Сондықтан қысымды үлкен көлемді кеңістікке труба ауыстыру үшін қажетті 669 миллион теңге қажет болады. Ол былтырғы жылы конкурстық рәсімдерін бәрі өтіп қойған, өтіп беру жұмыс. Биылғы жылы бізге соның 363 миллион жылдың басында берді энергетика басқармасына, тапсырыс беруші энергетика басқармасы. Екінші жетіспей тұрған 306 миллионды осы сәуір айының аяғында берді. Толық 669 миллион теңге қаражат қазір энергетика басқармасында жұмыс басталып жатыр, халық көріп отыр. Қазір мына Аса-Тараз бағытының жолының бойында трубаны, газ қысымын үлкейткен трубаны ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. Сол қысым толық жасалып трубаға газ құйылғаннан кейін әр аула... Ерлан Қыдырәлі, сіз бар ғой нақты сұраққа жауап бермей тұрсыз. Халыққа ол сіздердің әкімдіктің қандай ақшамен қалай жасалып жатқаны қызықтырмайды. Нақты Еңбек ауылының тұрғындары 1-90-да үйлеріне газ кіргізе алды ма, я ма, жоқ па? Болды. Газға қысым болмаса қайта қосылып болады? Мені жоқ деген сұрақ. Енді қысым бітеді, труба ауысу. Газдық мекеме, Шымкент газ деген бітіреді. Бітіргеннен кейін трубаға газ жібереді. Жібергеннен елге қосылады. Бірақ ең бастысы тұрғындар үйдегі кіргізіп біту керек. Біздің тұрғындарымыз газ сұрағанмен, бірақ үйдегі кіргізу жұмыстарын... Өйткені өткен жылы олардың даурыққандар, өйткені олар айтқан 2021 жылы біз көмір алған жоқпыз деді. Көмір алмасақ та біз күттік деп жаңағы нені. Өйткені әкімдік, ауылдық округтың әкімдігі сол айтты. Биыл бітеді, сіздер газға алушы ақша жинаңдар да көмірге ақша жинамаңдар. Даудың бәрі осыдан туды.
Енді келесі сұрағым, осы 2020 жылы Антикор мен Адалдық алаңымен сіздің туыстарыңыздың, сіз жер комиссияның төрағасы ретінде әйеліңіздің, жақын туыстарыңыздың Шайқорық ауылының маңынан жер телімден иеленді деген ақпарат таралған болатын. Одан кейін сізді сол комиссияның төрағалығынан алып тастаған болатын. Осы мәселе немен жабылды? Не болды? Шындығын айтып бересіз бе? Жоқ, бұл деген нағыз енді. Жоқ. Мен сізге жауап берейін. Бұл мәселе менің анамның шаруа қожалығы бар. Анам өмір бойы шаруашылықта істеген. Шаруа 5 ұлы болған. 5 ұлы болды, былтыр ол кісі дүниеден қайтты. Сонда ауырып қатты қиналып жатқан кезінде балаларына шаруа қожалықты тірі кезінде көзін бөліп берді. Бұл предоставление емес, переоформление, орысша айтқанда. Анамның атындағы шаруашылықты ағайынды 5 ұлына келін деді. Сондықтан ол жерде менің өзімнің үлесім бар. Менің үлесімді менің жолдасым әйелімнің атына бөлді. Ол жерде маған түскен құжат, келіп түскен құжат. Бұл переоформление жасауға түскен құжат. Менің шаруа қожалығының мүшелерінің мына жерлерді өзінің үлесіне сәйкес бөліп берсін деген. Бұл мәселе жөнінде мен тәртіптік кеңесте қаралдым. Сондықтан мен ол кеңестің құрамында ешқандай қылмыс құрамы жоқ болғандықтан зерделеу барысында мені ол жерден босатты. Ешқандай бір тәртіптік жаза алған жоқ. Өйткені ол жерде берілген жерлер тек қана шаруа қожалықта бұрын болған жерлер. Соны анам қайтатын болғаннан кейін, қатты ауырып жатқаннан кейін ол кісі айтты өзі. Менің көзім тірімде мына балаларын теңдей бөліп алсын. Аха, рахмет. Енді келесі сұрақ, осы 2020 жылы мен өзім сол ауылдарды аралаған кезде газ ватқоздың лотоктарды жөндеу, оны цементті неге ауыстыру бойынша мәселе көтерілген етін. Сол жобалар қайта қаралды ма? Қазіргі сол шаруаларға су жеткізу мәселесімен айналысып жатқан ЕБР-ден алған 26 миллиард ақшаның біраз бөлігі сол Жамбыл ауданға тиесілі. Сол мәселе қалай отырсыз деді? Өте дұрыс айтасыз. Бұл мәселе 19 жыл басталған. 21 жылы аяқталып, 10 біту керек. Бірақ бұл жұмыстар толық аяқталған жоқ. Бізде ФУИД программасымен 24 канал жұмыс жүріп жатыр. ЕБР бағдарламасымен 74 канал жұмыс жүріп жатыр. Бұлардың проекттік сметалық жобаларын жасаған кезде проекттеуші үлкен қате кеткен. Білесіз, Қазсу шаруашылығы бірнеше рет келді, министр бірнеше рет келді. Қазір сол жөндеу жұмыстарын, проекттік сметалық жұмыстарға қайтадан қаржы бөлу және мына бағаның айырмашылығы. Кейінгі мына пандемияға байланысты біраз жұмыстар тоқтап қалды. Қазір бағаның айырмашылығына байланысты қайтадан сметалық құжаттарға өзгерістер енгізілуде. Егер сол құжаттар қайтадан түсетін болса, бірақ дегенмен де жұмыс тоқтаған жоқ. Бүгінгі күні Мейірман каналында, Райс каналында, мына ФУИД бағдарламасының түгел каналдары жұмыс жүріп жатыр. Вегетациялық период басталуына байланысты ағын сумен шаруалар қамтылуда. Күздің күні вегетациялық жұмыстар тоқтағаннан кейін бұл жұмыстар, құрылыс жұмыстары ары жалғасады. Енді келесі сұрағы мынау Шайқорықтың бойында лесополоса бар. Сол лесополосаның бойында жергілікті тұрғындар лесополосаның жайындегі былай айтқанда талдарды жекешелендіріп алып, талдарақтарды былай айтқанда жайын шығарып жатыр. Талғап жатқан жоқ ол жерде. Бәрі неге өткізіп жатыр. Енді сол лесополосаның жеріне өтсе де ол жердегі талдардың бәрі былай айтқанда азайып жатыр. Осы бойынша сол жерлерді қайтарып алуға, сол жердегі талдарды аман сақтап қалуға осы жергілікті әкімдік жұмыс жасап жатыр ма? Сіздің айтып отқаныңыз жол бойында мал базарының жанындағы салынатын құрылыстар жөнінде ме? Жоқ. Шайқорықтың бойындағы мынау темір жолдың бойындағы лесополоса. Тура Шайқорыққа қарама-қарсы, мынау 5 жылдыққа баратқан жол бар ғой. 5 жылдық неге? Анау Шәкен Язбек ауылына баратқан кезде мынандай кішкентай поворот бар ғой. Бұрылып сөйтіп сол ауылға. Соның сол жағында тұрған лесополоса бар. Ұзыннан сонар. Сол лесополосаны айтып отырмын. Мынау темір жолдың бойындағы лесополосаны бұрынғы темір жолдың өзінен 50 метрге дейін темір жолдың жері болып есептеледі. Ол жерлер ал асфальт жолдан 25 метрге дейін мысалға аудандық және облыстық мәндегі жолдар болып есептеледі. Жаңағы сіз Шайқорықта айтып отқан мәселеңізді мен қосымша зерделетейін, бірақ
бізде Шайқорықтың жолындағы бойда талдарда біраз қурағандарын біз санитар тазалау жұмыстарын жүргізгенбіз. Және мынау ендіғызы заводымен бірге бірқатар көшеттерді қайтадан отырғызғанбыз. Ол бақылауда. Ал ана жерде де ескерген санитарлық кесілген талдар болса, біз оларды қолға аламыз, қайтадан орналастырып. Ал жаңағыдай жекеменшікке беріліп қойған, өйткені мен оны жергілікті полициямен мен оны анықтап шықтым. Шаруа қожалықтарға ма? Жеке адамдарға берілген. Қосымша сізге зерделеймін, анықтайды. Сізде қолыңызда ақпарат болса? Бар. И және соңғы сұрағым, сіз өзіңіздің аппарат басшысы, лауазымда азамат, бұрынғы прокурор, бұрынғы заң бөлімінің басшысын сіз ауыл шаруашылық саласына сіз өзіңіздің орынбасар қылып қойдыңыз. Енді заңгер, бірде-бір күн ауыл шаруашылығымен айналыспаған адам қайтып ауыл шаруашылық маманына барып, мына жерде күн былай болып тұр, мына жердегі немен ауыл шаруашылығымен ақыл айтып, сол саланы курировать етеді деген менде сұрақ туындап тұр. Неге сіздер осы мәселеге өз саласының білікті маманы тауып, сол орынбасарлық орынға қойдыртпадыңыздар? Бұл мәселе бойынша жауап меніңше берілген. Және қосымша айтарым, бұл жерде конкурсты аудандық облыстық аппарат өткізді. Бірақ дегенмен де ол жерге ауыл шаруашылық мамандары тапсырды. Мен жақсы біліп қарап отырдым. Маған өткен өзіңіз айтқандай ауыл шаруашылық маманы керек болатын. Ол жерде Бауыржан Тоқтасыновтың жер қатынастары бөлімінің басшысы тапсырған құжатты, Талас ауданының ауыл шаруашылығы жөніндегі орынбасары ветеринария маманы Қойлыбаев Торайғандар азамат тапсырған болатын. Бірақ қорытынды комиссияның қорытындысында тесттерге сұрақтарға жауап берісінде Жетісу Жомарт Кешеуұлы жеңімпаз болып шыққан. Бізге конкурстың қорытындысы келді. Қорытындысы келгенде мемлекеттік қызметке заңға сәйкес мен тағайындауға тиіспін. Но дегенмен де ол азамат тәжірибесі бар азамат. Ауыл шаруашылығында жоқ қой. Дұрыс айтасыз, ауыл шаруашылығы жоқ. Бірақ ауыл шаруашылығы саласында ветеринария, ауыл шаруашылық бөлімдері бар. Солармен жұмыс жасайтын болады. Енді ол конкурстан өтіп тұрған адамға біз қайтарып жібереміз. Жоқ, ол енді оны мен үйреніп жасаймын дегенше қанша уақыт өтеді, қаншаға мал қырылып қалуы мүмкін, ветеринария саласындағы енді. Мен өз жерде шешім қабылдаймын. Конкурстың қолына шыққан мәселеге байланысты мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес мен қабылдауға тиіспін. Рахмет.